жарнама жасап, яғни оның тиімді немесе тиімсіз емес екенін анықтау үшін сіз оған жаңағыдай отчет жасауыңыз керек, есеп жүргізуіңіз керек. Қандай жарнама қай жерде тиімді болып жатыр, қай жерін ауыстыру керек, немесе қандай баннер жіберу керек, немесе басқа аудиторияға ауыстыру керек пе? Осындай сұрақтарға нақты шешім ол сіздің жарнамаңыздың есебін жүргізу арқылы таба аласыз. Яғни сіздің жарнамаңыздың баннерін ауыстыру керек болатын болса, онда сізге CTR көмектеседі. CTR дегеніміз не? CTR дегеніміз жарнама арқылы өткен адамдармен жарнаманы көрген адамдардың қатынасы. Яғни мен инженер-маркетологпын, яғни сізге физика жағынан түсіндіріп кетейін. CTR дегеніміз кликтің показға қатынасы. Яғни CTR кликке тура пропорционалда, показға кері пропорционал. Осылай түсінікті болса, сізге пайдасы тиді деп ойлаймын. Яғни көріп отқан жазбадан түсінген шығарсыз. Сіз кликтің санын показдың санына бөлесіз. Сосын оны 100%-ға көбейтесіз. Яғни бұл статистика 15%-ға дейін, 40%-ға дейін болатын болса, онда сіздің жарнамаңыздың баннері өте тамаша. Одан асқан, одан артық баннер жасауға мүмкін емес. Дәл баннер сол болады. Ал енді 5% бен 15%-ның арасында болса, ол орташа деңгейде көрсетеді. Егер сіз баннеріңізді осы көрсеткіш бойынша ауыстырсаңыз, онда сіздің көрсеткішіңіз мүлдем төмендеуі мүмкін. Осы баннерді қалдырғаныңыз да өте жөн болуы әбден мүмкін. Ал енді ең төменгі көрсеткіш ол 0% бен 2,15%-ның арасы. Яғни сіздің кликтің санын показға бөліп 100-ге көбейткеннен кейін сіздің көрсеткішіңіз 2% немесе 1,15% болатын болса, онда сізге дереу түрде баннерді ауыстыру керек. Екінші көрсеткіш конверсия деп аталады. Конверсия дегеніміз ол сіздің сайтыңыздың нәтижесі қалай болғанын, оның сатылымы қалай болатынын көрсетеді. Яғни сіз сайтты жөндеу керексіз бе? Сайтты ауыстыру керексіз бе? Сайттың дизайнын ауыстыру керек пе? Немесе call to action'ды ауыстыру керек пе? Барлығы осы жерде анықталады. Конверсия қалай анықталады? Конверсия дегеніміз сіздің сайтыңызға кіріп, сатылым жасаған адамдардың сайтқа кірген адамдарға қатынасы. Яғни сіздегі заказ қалдырған, заявка қалдырған адамдардың сайтқа кірген адамдарға қатынасы. Стандартты түрдегі сайттың негізгі көрсеткіштері 15% бен 30-50%-ның арасы. Өте жақсы көрсеткіш болып табылады. Ал енді орташа көрсеткіш 5% бен 15%-ның арасы. Бұл орташа көрсеткіш. Ал енді төменгі көрсеткіштер жаңағыдай 2-3%-ға дейін барады. Негізгі жақсы деп саналатын көрсеткіш менің ойымша 3%-дан басталады. Яғни онымен жұмыс жасауға болады. Тек аудиторияны ауыстыру керек, немесе call to action'ды ауыстыру керек. Сол арқылы сіз өзіңіздің интернет дүкеніңіз арқылы сатылымды өсіре аласыз. Келесі видеоларда жолыққанша осы видеоға лайк басып, өзіңіздің нәтижелеріңізді сынап көріңіз. Қалай болып жатыр? Ойыңызбен бөлісіңіз. Комментарияда сізді күтемін.